8-ші сеп, мына 0,127 жүзге көбейтілгенде, мына 2,0 өтірден кейін 2 орын жылыстат былай тұрды, 27 болады. 3 бөлу 4 түгін 0,75. 27-ге 0,75 қосақ, 27,175. Мына жерде 9 жердегі үшім 27, және 15-ті 5-ке 75, 0,115-ті 5-ке 0,175. Бұл да 27,175, екі жақ тең, С болады. Масштабы 3 бөлу 5 миллион. Картадағы екі қаланың арасы 15 сантиметр. Мына 15 сантиметр әрине картадағы арасы. Масштабта екі сан болады. Біреу картаны көрсет, біреу жер бетін көрсет. Кішісі карта, үлкені жер беті. Егер кішірейту масштабы болса. Сол кезде мынау 3 түгін 15 сантиметрге тең. Яғни 3-тен 15-ке жету үшін 5-ке көбейту керек. Онда 5 миллионнан жауапқа жету үшін онда 5-ке көбейту керек. Пропорция сияқты ғой, 3 бөлу 5 миллион. Ол масштаб болса 15 сантиметр, жер бетінде x сантиметр болады. Мына өлшем бірлік міндетті түрде бірдей болады. Сол кезде x табу үшін 15-ті 5 миллионға көбейтіп 3-ке бөлеміз. Немесе 3-ті 5-ке көбейткенде 15 шықса, онда 5 миллионды 5-ке көбейтеміз. Жаңағы ең бірінші айтқан осы. 5-ті 5-ке 25 миллион 6,0 тіркейміз. Ол сантиметр, сантиметр метрге көшу үшін 2,0 жасаймыз, метрдан километрге көшу үшін 3,0 жасаймыз. 250 километр мына жердегі жауап. Келесі мысалдың жауабын қарағанда мен Астананың ара қашықтығын табыңыз дейді. Мына жерде километр емес, метрмен болу керек. Жақсы, шеше берейік. Мынарда 7 мен 3,15 қысқарады, 3,15 7-ні жартысы, мында 2 қалады. 8 бен 2 қысқарады, мында 4 қалады. 1,105,067-ге ауызша қосамыз. 1,72, ол 3,44-ні жартысы, сондықтан мында 2 қалады. 2 жердегі 4-ні 8, 8-нің квадраты 64 бұл кетті. 64-ті 56-ға көбейтсек, әрине 250 километрден көбірек сан шығады. 50-ді 60-ға ол уже 5 жердегі 30, 3000 болады. Ал 64-ті 56 одан да көп болады, сондықтан Б жағы үлкен. Келесі 7-тен басап 53-ге дейін барлық нұрласындардың көбейтіндісі неше нөлмен аяқталады? Мынау нөлмен аяқталу мәселесі. Мысалы біз 1-ден бастап 10-ға дейінгі сандардың барлығын 10-ды қосып есептегенде көбейтіп шықсақ, неше нөлмен аяқталады? Мынада 9 алып қойды. Неше нөлмен аяқталады? Үлкен сан шығады, сол үлкен санның соңында неше нөл болады деген сұрақ, иә? Неше нөл болуы 5-терге байланысты. Мына көбейтінде қанша 5 болса, сонша 0 болады. Өйткені 5 кез келген жұп санмен 1 0 береді. Мысалы 5 жердегі 4 20, немесе 5 жердегі 10 деген сияқты. Және мына 10-ның құрамында да 1 5 бар. Өйткені 10 ол 2 жердегі 5. Сондықтан мына өрнекте 2 5 болғандықтан бұл өрнектің ең соңындағы шығатын санның ең соңғы цифрлары 2 0-мен аяқталады, одан кейінгі 0 болмайды. Яғни 7-тен бастап 53-ке дейінгі барлық сандардың арасында біз неше 5 бар екен санау керекпіз. 10-да 1 5 бар, 15-те 1 5, 20-да 1 5, өйткені ол 4 жердегі 5. 25-те 2 5, мұқият болыңыз, өйткені 25 ол 5 жердегі 5. Мынада 2 5 бар. Мынада 1 5 бар, 3 жердегі 5, мынада 1 5, 2 жердегі 5. 30-да 1 5, 35-те 1 5, 40-да 1 5, 45-те 1 5, 50-де 2 5, өйткені ол 5 көбейту 5, 25, көбейту 2, 50 шаты, 55-ке жете алмаймыз. Соңғы санаңыз. Мынарда міне 1, 2, 3, мынада 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мынарда 11 5 бар, сондықтан 11 0-ге аяқталады. 11 штук 0-ге аяқталады, иә? Бұның ең соңғы жауабының ең соңғы цифрлары. Мынау дәл сол сияқты санаймыз. 18-ден 66-ға не бар бізде? 20 бар, 1 5, 25-те 2, 30 1, 35, 40, 45, 50-де 2, 55, 60, 65 болды. Сол кезде неше бізде? 1, 2, 3, 4, 5, мынарда да 5, 10, мынарда 2, мынарда 12 0-мен аяқталады. Демек, 0-дер саны мынарда артығырақ. Жауап болады. Патрик 2 күнде 26 крабсбургер жесе, демек күніне ол 13-тен жейді. Бір аптада 7 күн бар, 7-ні 13-ке көбейтеміз. Сол кезде бір аптада барлығы 91 крабсбургер шығады. Павел 3 күнде 54 крабсбургер жесе, 54 3-ке бөліңіз, бір күнде 18-ін жейді, 5 күнде 5 жердегі 18-ін 90 жейді, 91 үлкен, соңғыттан жауап А болады. К 3-тен кіші немесе тең сан, ол кез келген сан болуы мүмкін, 2,9 немесе 2, 3 тең деген түрі, 1 болуы мүмкін.
Мұнда мына екеуін салыстыру керек. К-ның мәні 1 болса, 1-дің квадраты 1, азайтылған 1 0 болады. 1 қосу 1 2 болады да, мына жағы үлкен болады оң жақ. Бірақ К-ның мәні 3 болса, 3-дің квадраты 9, азайтылған 1 8, ал 3 қосу 1 4. Керісінше мына жағы үлкен болады. Яғни мынаның нақты жауабы жоқ, иә? Енді шарт жеткіліксіз. К-ға тағы да бір шарттар жеткіліксіз болып тұр нақты шығару үшін. Сондықтан бұның жауабы Д болады. Ары қарай. Дүкендегі тауардың бағасы бастапқыда 400 теңге тұрды. Келесі айда оның бағасы 15%-ға өсіп, енді қымбаттады 15%-ға, ал екінші айда 20%-ға түсті. Жаңа баға тағы түсті 20%-ға. Аталған тауардың соңғы бағасын табыңыз. Мына жерде дәл солай 400 теңге тұрды, келесі айда 20%-ға өсті. Енді қараңыз, мына 15%-ға өсті, мына 20-ға өсті. Демек, мына жақтағы сан үлкенірек болып тұр бірінші. Ал екінші айда 15%-ға түсті, мына 20%-ға түсті, мына 15%-ға түсті. Яғни көбірек түсті. Анау азырақ түсті. Сондықтан мына одан сайын үлкен болады. Яғни бұл есепті шығармай-ақ оң жағы үлкен екені түсінікті. Жауап Б.